Мындай машинканы таныстырайын ба сіздерді. Видите, сколько функций мына жерде, қаншама көп. Мынаны қосқан кезде мына машинканың басында закрепка жасайды, алдыға артқа жасайды. Тағы біреу қосса, бұл жерде бірнеше рет, екі рет жасайды. Мынау машинканың істігіп бітіргеннен кейін бірінші закрепка алдыға артқа жасайды автоматически, содан кейін екінші рет автоматически жасайды алдыға артқа. Мен алдыңғысын ғана, артқысын ғана қоям бірақ рет. Мынау қайшы автоматически жіпті кеседі. Мынау лапканы көтереді. Кейін алла қаласа әлі таныстыра жатармын сіздерді машинканы. Мынау эмблеманы мен жабыстырып жатырмын. Пармен жабыстырмаса, былай жабыспайды. Обязательно пар должен присутствовать. Прежде чем его клеить, он не просто приклеивается. Надо жай жабыстырып жатқан жоқ. Осындай паутинка деген болады. Осындай паутинкамен жабыстырамын. Мынандай паутинкамен жабыстырамын. Бірінші осыны қоямыз. Осы қоямыз. Осы қоямыз да жабыстырамыз. Но надо, чтобы присутствовала именно вот такая вот утюг с паром, обязательно должен присутствовать. Обязательно утюг с паром должен присутствовать. Құр мынау домалақты кесім, мынау ғана болса, ол басат нені, клеить етеді. Видите? Но когда с паром, он автоматически там приклеивает. Но здесь это производственный, промышленный парогенератор. Автоматически прям приклеивает все. Это автоматически жабыстырады. Сонда мынау тігеміз ғой, уже мен қиналмаймын. Мынау уже жабысып тұр да, мен қазір тіккен кезде маған өте жеңіл болады осының бәрі. Жеңіл болғанда уже қозғалмайды мынау. Қозғалмағаннан кейін маған уже жұмысыма өте үлкен көмек бұның бәрі. Қазіргі заманның бүкіл заманға сайғы істеген ісіңе қаншама көмек болатын заттар бар екен, көзіміз жетіп отыр. Бұрын совет үкіметі кезінде бұндай болмайтын. Бұндай заттар болмайтын. Сонда вручную қиналып, көктеп, бәрін жасап жататын шешелеріміз мысалы. Ол кезде мен істікпеймін әрине. Басқа қызмет ететін. Қазір ойлаймын, сол заманда енді жас болсақ та әйтеуір шешеге қарап біраз заттар үйрендік қой енді.
бірақ өте қиын болатын. Мынандай оверлок жоқ ол кезде. Қолмен көктейді, қолмен бәрін жасайды. Қолмен жаңағы оверлоктың жұмысында істейді мысалы. Қиын. Ол кезде тек қана ателье ғана, сондай машинкалар ательеде ғана болады. А қазіргі заманда магазинге барсаң бүкіл Қытайларға рахмет. Көзімізді ашып берді ғой бір жағынан. Қазір бәрі бүкіл станоктар қандай керек, не керек бәрі сатылымда. Асын бәрін тексереміз. Ештеңе кетіп қалған жоқ па? Мына шетмен тігіп отырмын. Рақат. Қазіргі заман заттар бәрі жақсы ғой. Істейм деген адамға қазір бәрі бар. Жасайым дейтін адамға бәрі бар. Тот же распарыватель, мынандай заттың өзі Советский Союз кезінде бұндай болмайтын. Бритвалар болатын, лезвиялар. Рапирамен, солармен бүйтіп сөгіп отыратынбыз. Сөккен кезде жыртып ананың бәрін, бүлдіріп заттарды. Қаншама зат бүлдірдік қой, сөйтіп шешеміз ананы сөккізеді ғой. Сөккен кезде аламыз да бырт еткізіп жаңағы кесіп аламыз, неше түрлі жасадық қой. Қазір Аллаға шүкір olsun бәрі қолданам десең, не жоқ, бәрі бар. Не жоқ, магазинге кірсең болды. Ақшаң бар болса, алып істей бер. Мен енді айтам ғой, помогайки. Қаншама детальдар, өте тамаша заттар бар. Солардың бәрін қазір біздің шешейлер көрсе ғой, шіркін-ай, айтатын еді, ананың бәрі қандай рақат деп. Мына алдыға артқа не басқан кезде, жаңа автоматически уже мен машинкамның жібі өзі кесіледі. Мына, пожалуйста. Все, прошито. Бәрі тігілген, клейленген. Рақат. Екіншісі де осылай. Қозғалмайды, дайын тұр.
мына жерде мынандай бар. Мынаны басам ғой, иінен үстіге көтеріп, иінен түсіреді. Мына басқан кезде, мысалы мен басып тұрмын ба, көрдіңіздер ма, ине автоматически көтеріледі. Сол кезде мен қайтадан осы өзіме керек жерге қойып аламын. Алдағы арқа автоматически жіп кесілді.
В этом тоже есть своя фишка. То, что бахрейца, андай нелер болғанда жақсы бір жағынан. Бір жағынан өзінің нелері болады да, бір кейбір заттарды әдейі істемейсің ғой, сол кезде әдемі болып көрінеді екен.